Сәлеметсіздер ме достар? Мен сіздерге үй жағдайында жасалатын тізе ауруын қойдыратын осындай қоспамен бөлісемін. Ең бірінші бізге 10 аспирин қажет. Яғни 10 аспириннің барлығын түгел саласыздар. Және оның үстіне 1 шай қасық камфорное масло қосасыздар. Яғни камфора майын қосасыздар. Біз аспиринімізді кішкене жібітіп алу үшін 1-2 тамшы су қосып, оны езіп алсаңыздар болады. Аспиринімізді әбден майдалап езіп аламыз. Аспирин дегеніміз, яғни аптекада барлықтарыңыз білетін шығарсыздар, бұл ацетилсалициловая кислота. Оның үстіне 1-2 тамшы, яғни 3 тамшыға дейін тамызуға болады. Йод қосамыз. Бұл қоспамызды әбден араластырамыз. Бұл тіземізді қыздырып, бір аптадан кейін өз нәтижесін көрсете бастайды. 1 аптаға дейін күнделікті жатарда осылай жасап, тізені орап жатасыздар. Қазір бұл тәсілді мен сіздерге көрсететін боламын. Тізеге қалай жағып орау керек екен. Тіземізге осылай жағамыз. Оны қолмен жақсаңыздар да болады. Жағамызды пищевой пленкамен жауып, жылы орап жатамыз. Дәл осы тәсілді 1 апта пайдалансаңыздар, өз нәтижесін көре бастайсыздар. Ананың дамуына өз үлестеріңізді қосып, анаға тіркелуді ұмытпаңыздар.